Түлкінің туылған күні. Бірде түлкі туылған күнін атап өтпек болады. Балық аулап, саңырауқұлақтар теріп, мол тағамдар дайындайды. Қонақ шақырып, той өтетін көгал жер дайындап қояды. Енді құйрығын жазып, айна алдында сәнделіп отырады. Көп ұзамай түлкінің қонақтары жинала бастайды. Көгал жерге жайлы жайласып, түлкінің қонағасын күтіп отырады бәрі. Сол кезде қап дейді түлкі қолын жайып. Досым Василий мысықты шақыруды ұмытып кетіппін ғой дейді. Солай түлкі досы мысықты шақыруға кетеді. Қонақтары бір-біріне қарап. Қонақтары Василий деген қандай аң? Онымен бірге дастарханда отырмас бұрын өзін бір көру керек шығар деп бір-біріне айта бастайды. Аңдар алдымен Василий мысықты сыртынан бір көрмек болады. Қоян, мен бұта түбіне тығылып отырамын. Мысық жанымнан өткенде, мен оны жақсылап көріп аламын дейді де, бұта түбіне тығылып қалады. Демін алмай жасырын отырады. Тек ұзын құлағы қылтиып сыртқа шығып тұрады. Қасқыр, ал мен қайыңның артына тығылам. Васька мысық мені байқап қалса, бірден қашып кетем деп, ол да тығылып қалады. Қыбырлауға шамасы келмей ол отыр. Қайыңның артынан құйрығы шығып, көзі қорыққаннан жылтырап тұр. Ал мен қайыңға шығып отырам. Ол жерде мені Васька байқай қоймас дейді де аю әрең дегенде қайың басына қорбаңдап шығады. Артық қимылдауға шамасы жоқ, тым биікте отыр ғой. Васька мысықты туылған күніне шақырады. Васька мысық келбетті болып келе жатады. Мойнында әдемі галстук тағып, түлкінің алдында сәнделіп келеді. Ал түлкі болса, сол өзі дайындаған қонағасы туралы айтып келе жатыр. Василий қоян тығылған бұтаның жанынан өтіп бара жатқанда, сол кезде қоян тығылған бұталар сытырлап басталады. Бұта түбінде тығылып отырған тышқан екен деп Василий мысық тап береді. Қоян қорыққанынан алды-артына қарамай безе жөнеледі. Мысық қайыңға өрмелеп шықты. Ол қайыңда аю отыр еді. Мысықты көре сала аю: бітті шаруам. Василий мысық мені көріп қойды. Енді талқанымды шығарады деп ойлайды. Аю тура қасқырдың үстіне құлап түседі. Қасқыр қорыққанынан ұлыған күйі зыта жөнеледі. Аю мен онымен жарыса жөнеледі. Осылайша ол екеуі дөң үстімен, бұта арасымен қаша жөнеледі. Ал түлкі қонақтарының жан-жаққа қашып кеткенін көріп, бәрінің зәресі ұшқанына қарағанда, Васька нағыз хайуан ғой деймін. Мен оның жанында жападан жалғыз қалай қалам? Мен де қашып құтылайын деп, бұл туылған күнімді басқа күн атап өтермін деп ойлайды. Аңның бәрі тоз-тоз болып қашса, Василий мысық бұтақтан түсе сала, тамақты жей бастайды. Сол күні Васька тамаққа әбден тояды. Балықты да, саңырауқұлақ та, соның бәрі Васька мысықтың өзіне тиеді.